жақыныңа өкпелі болсаң да, аз ғұмырыңды сыйластықпен өткіз. Өкпе, реніш, наз дегенді көңілінен өзің өшірмесең, ол еш уақытта бітпейді. Бүгінгі адам, ертеңгі топырақ. Бір үйде қанша жан барсың, бәріңде бір-біріңе қонақсың. Сыйлассаң, тіріңді сыйлас, өлген соң жыласпа. Қу тірліктің күйбегімен уақыт зымырай береді. Ештеңеде дәл бүгінгідей қайталанбайды. Әр уақыттың, адамның да қадіріне жете біл. Тірі адамда мүмкіндік көп. Иіске, сүй, құшақта, аяла, бауырыңа бас. Әр секундыңды қимастарыңа арна. Ешкім мәңгілік емес. Сондықтан мүмкіндік барда, қимастарыңның ыстық құшағында еркеле. Алла адам баласына көп мүмкіндік берген, уақыт берді. Әр кездескенде жоғалтып аламау деп бауырыңа бас. Шын ықыласыңды көрсет. Қоштасарда да көріспей қалсам ше деген оймен қимай қоштас. Сезіміңді білдір. Ол адамның саған қымбат екенін сездір. Сен өлгенше өшпестей жүрердей ол шайтан емес. Не сен, не ол бірінші кетеді. Сол кезде өкінбейтін бол. Қасында жүрген адамдарды бағалай біл. Ол туысқаның, жанындағы жарың, досың, сырласың, құрдасың болуы мүмкін. Мейлі, қайсысы болса да, ол адам бүгін бар, ертең де бар болуы мүмкін. Ал арғы күні бар бола ма, жоқ па, белгісіз. Кейін ол сізден алыстап кетсе, саныңызды соғып қалмаңыз. Өмірде ештеңе мәңгілік деп қарамаңыз. Ақша да ол сізде қазір бар болуы мүмкін. Кейін жоқ болмасына кім кепіл? Тіпті мен де, мұны тыңдап отырған сіз де мәңгілік емессіз. Туысқаныңды, бауырыңды сағындың ба? Онда жай ғана хабарлас, ізде. Сағынып кеттім де, әке, апа, сіздерді қатты жақсы көремін деп күнде хабарлама жаз. Кейін кеш болып қалмау үшін сезімді уақытында айтып үйрену керек. Ештеңеде маңызды емес. Ақша, атақ, мансап, байлық, сұлулық, менмендік, көкіректік, көлік, қымбат телефон, қымбат киім, тағы басқа. Тек қана сезім, ата-анаға, сүйген жарға, балаға, дос, құрдас, бауырға, туысқанға, басқа да өміріңізде жақын жанашыр адамдарға деген сезім маңызды. Сезім, жақсы көру, сағыну, іздеу. Ол үшін алаңдау, бауырмалдық, мейірімділік, адалдық, достық болып жалғасып кете береді. Сезімсіз өмір, бос өмір. Кейін бармағымызды тістеп қалмайық. Ешкімді өкпелетпей, ешкімді жамандамай, ешкімге өкпелемей, кек сақтамай жүргенге, сағына көріскенге, ойнап күліп, әзілдесіп жүргенге не жетсін, шіркін. Өмірімізде ақшамыз көп болғанша, құлағанда демейтін, ауырғанда жүгіретін, жылағанда жұбататын, мұңайғанда күлдіретін, қиналғанда көмектесетін жанашырымыз, жанымызда игі жақсыларымыз көп болсын. Адамдарға сіз не берсеңіз, олар сізге оны екі еселеп қайтарады. Сондықтан сыйлы болғыңыз келсе, сізді жақындарыңыздың,
жанашы жандардың іздегенін сағынған қаласаңыз, ол іс-әрекетті алдымен өзіңіз жасаңыз. Көкейіңіздегі өзімшілдікті тыйыңыз. Өзі бірінші жазсын, алдымен өзі іздесін. Мені ешкім іздемейді. Неге мен оны іздеуім керек, дейсіз білемін. Кішірейгеннің абыройы тасады. Сол үшін бірінші болып адамдарды қуантуға, жақсылық жасауға, жылы сөз айтуға тырысайық. Бәлкім сіздің бір ауыз жылы сөзіңіз оның бүкіл өмірін өзгертетін шығар. Ойланып көріңізші. Барды бағалайық. Бұл өмір қамшының сабындай өте қысқа. Осы сөздерді тыңдап отырған сіздерді мен де өте қатты жақсы көремін.